Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін осындай ерекше нан дайындайтын боламыз. Әдеттегі наннан ерекшелігі ас көктер салып дайындайтын боламыз. Мен сіздерге укроп салынған нанның дайындалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Жасалу жолы өте оп-оңай. Олай болса, ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 400 грамм ұнымызды салып, 1 шай қасық тұзымызды және ашытқымызды салып, араластырып, бір шетке алып қоямыз. Енді укропымызды майдалап турап алатын боламыз. Ұсақтап осылай жақсылап турап аламыз. Міне бізде осылай майдалап турап алдық. Енді ұнымызды алып 50 грамм сүтке жылы су құйып, осылай қамырымызды илеп аламыз. Менде сүт салқын, сол үшін ыстық су құйдым. Сүтіміз жылы болу керек, өте қатты ыстық емес. Осылай қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Бізде жұмсақ қамыр болу керек. Енді оның үстіне туралған укропымызды саламыз. Жақсылап осылай қасықпен араластырамыз. Жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне бізде осылай қамырымыз дайын болды. Осылай майлап, енді кішілеу ыдысқа салатын боламыз. Осылай қайтарып, міне бізде жұмсақ қамыр. Осылай кішілеу ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Міне бізде 1 сағат уақыт өтті, қамырымыз көтерілді. Өте жұмсақ қамыр. Енді осы қамырымызды алып, оқтаумен жаятын боламыз. Өте жұқа қылып жаймайсыздар. Дәл видеода көрсеткендей етіп жаясыздар. 4 бұрышты қамыр жаямыз. Міне біз қамырымыз жайып алдық. Енді осылай шетінен бастап ораймыз, рулет қылып. Міне осылай орап, қайтқан жерін бетіне қойып, қайтадан осылай орайтын боламыз. Осылай қойып, тағы да 10 минутқа демалдыруға қоямыз, бетін жауып. Міне бізде 10 минут уақыт өтті. Енді қамырымызды осылай басып, ұзыннан. Дәл сол ұзын жағын қайтарып, тағы да осылай бүгеміз. Қайтқан жерін осылай жабыстырып аламыз, жақсылап. Қамырымызды тағы да 10 минутқа демалдыруға қоямыз. Міне бізде осылай тапамызды алып, қамырымызды салып, бетіне сүт және май, сұйық май, осы екеуін араластырып осылай жағып аламыз. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 немесе 200 градуста пісіреміз нанымызды. Енді осы нанымызды 10 минутқа демалдыруға қоямыз. Бетін жауып, жылығып қоямыз.
Міне 10 минуттан кейін қамырымыз тағы да көтерілді, әдемі болып. Қамырымыз дайын. Енді тағы да жаңа қалған сүтіміз бен майымызды осылай жағамыз. Енді осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз бетін. Өте қатты кесіп жібермеңіздер. Крахмал немесе жай кәдімгі ұнды сепсеңіздер де болады, сәндік үшін. Менде крахмал болғасын крахмал септім, немесе ұн сепсеңіздер де болады. Міне осылай дайын. Енді 180 немесе 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне бізде қамырымыз, нанымыз дайын, әдемі болып шықты. Нанымызды міндетті түрде жақсылап суытып барып кесетін боламыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар, өте дәмді нан болады. Олай болса, келесі видеоларда кездескенше менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.